Сәлем достар, бүгін Атырау қалалық кітапханасының YouTube арнасында бізде көз әйнек деген жаңа бағдарлама, жаңа айдар ашып отырмыз. Ендеше бүгін осы айдарымыздың қонақтарымен сіздер таныстырып өтейін. Тұрсын Ертай Асқарұлы, Елсана руханият қауымдастығының әкелер, аманат әкелер алаңының жетекшісі. Сонымен қатар екінші қонағымыз Фаин Досмонов атындағы нөмір 12 орта мектептің басшысының тәрбие ісі жөнінде орынбасары, педагог, психолог. Бүгінгі біздің алып отқан тақырыбымыз жалпы тәрбиенің бастауы отбасынан басталады, ата-анадан басталады деген тақырыпта. Осындай тақырыпта біздер бүгін әңгіме айтатын боламыз. Бұл енді кітапханалық подкаст, сондықтан да еркін форматта бүгін біз әңгіме дүкен құрамыз деген ойдамын. Қош келдіңіздер дейміз. Бұл кітапханалық подкаст бізде бірінші рет. Жаңағыдай, сіздер енді ең алғашқы қонақтарсыздар, сондықтан да қуаныштымыз сізді көріп жатқанымызға. Енді жалпы қай баланың да болмыс бітімі бұл отбасында қалыптасады ғой. Дүниетанымы жалпы енді бұл отбасына байланысты және қоршаған ортаға байланысты. Ұлы ойшыл Канттың бір сөзі бар ғой. Өмірдегі жалпы ең қиын нәрсе бұл басқару және тәрбиелеу деген екен. Тәрбиенің қайнар көзі негізі отбасынан басталады. Бірақ енді қоғамда қазір біздер көп нәрсені мектепке жүктеп тастап жатырмыз, қоғамға жүктеп тастап жатырмыз. Ата-аналарымыз енді сөздің ұшына келіп, таңертең кетіп кешке келеді. Сондықтан да балаларын қадағалауға да уақыттары аз болып жатады. Балалар мектепке барады, мектептен кейін түрлі үйірмелерге барады. Яғни көбіне көп ата-аналар балаларын қадағалауға уақыттары жетпей жатады. Осындай олқылықтар кездесіп қалып жатыр. Ондай түрлі жағдайларда болып жатыр. Жалпы баланың тұлға болып қалыптасу үшін ең алғашқы бізге не қажет, осы сұрақтан бастасақ, Ертай мырза. Ер азамат ретінде өзіңіз. Саламатсыздар ма? Жалпы енді қазір бұрынғы біздің кезіміздегі тәрбие мен қазіргі тәрбие енді екі түрлі ғой. Қазіргі заманда балалар деген неше түрлі нәрсені смартфонға телмірген уақыт қой. Жас үлкенінен бастап жастарға дейін жаңағындай бесіктен шыққан есін жиған баладан бастап қазіргі пенсиядағы адамдарға дейін бәрі соткада отырады ғой. Жаңалықты қазір телевизор бәрі қалды, көп адамдар қарамайды. Жаңалықта да барлық әлеуметтік желіден қарап біліп отырады. Сол енді қазіргі уақытта балаға күнде көңіл бөлу керек деп қазір ғалымдар дабыл қағып отыр. Және балаға психолог ханым отыр, бізде Азиза, балаға күнде мен сені жақсы көремін деп күніне 2 мәрте айту керек дейді. Солай ма? 2 мәртеден де көп айтса да ол артық етпейді балаға. Неге десеңіз, қазіргі заманға сай ата-аналардың уақыты жоқ, сондықтан бала ата-анадан жылу күтеді. Сондықтан мен ойлаймын, балаға 2 мәртеден де көп етіп жылы сөздерді айтқан дұрыс деп есептеймін. Жалпы бір кісі кеше карантин болды ғой. Сол кезде бір қыз бала итпен сырласқан екен да. Әке-шешесінен внимание алмайды. Оны әке-шешесі білмейді. Үйіне келеді, үйіне келгенде әке-шешесі қыз балаға внимание аудармайды. Бәрі телефонда, жаңағыдай тамағын ішеді, тамақтың үстінде де сондай дастархан басында, баяғы дастархан басында өсиет айтатын қазақ қазір дастархан басында сөздің ішіне кіріп өсиет айтатын жағдайға жетті. Сондықтан манағы әкесі бір күн алып келеді де, мана итті атқызуға адам алып келеді ғой. Сол кезде жаңа қызы итті құшақтап жылайды дейді. Әке аттырмаш, бұл менің сырласатын сырласым деп та. Сол кезде әкесінен мана ой келеді. Біз өзіміздің ниетімізді әке-шешелік дұрыс атқармай жүр екенбіз. Қызымыз итпен сырласып жүр екен ғой деп. Содан бастап балаға сабақ болғанда, содан бастап балаға көңіл бөле бастаған екен қызына. Енді гаджет жөнінде айтып жатырсыз, Ертай мырза. Жалпы телефонға шектеу қою, баланы бақылау жасау, родительский контроль дейді ғой, телефонда өзінің смартфондардың өзінің белгілі бір бағдарламалары бар ғой.
соны қою қаншалықты қажет? Әлде балаға сену керек па? Ол енді қазір баланы мүлде болмайды деп тыйып тастай алмаймыз. Енді карантиннің кезінде балалар және телефон қажет болды ғой балаларға. Үйде оқыдық онлайн. Енді ол бізде қазір Елсананың жанынан біздер лагерь құрдық. Кеше осы қаңтар айынан бастап каникулда смартфонсыз 7 күн деген лагерь құрдық. Естігенде боларсыздар, ол әлеуметтік желіге де салынды. Бұйырса екінші потокты осы март айында каникулда жалғастырамыз ба деген ойымыз бар. Сонда байқағанымыз жалпы негізі балаға внимание көп керек екен. Андай үндемейтін балдар ашылды. Ұлттық құндылықтар, аңыз әңгімелер, қисса дастандарды оқыту арқылы бұл жерде тек оқытып қоймаймыз. Бұл жерде әртүрлі викториналық ойындар, сосын бізде музыканттарды шақырдық, олар бір-екі күн неден сабақ берді, сондай әртүрлі балдарды қызық жалықтырмайтын, өнемейін сабақ бере берген бала жалығады ғой, әртүрлі жалықтырмайтын форматта өткіздік 7 күн. Жақсы нәтиже берді. Енді Алла бұйырса мартта сол екінші потокты жалғастырамыз деп отырмыз. Сосын жазда 3 ай каникулда далалыққа ұйымдастырамыз ба деген жоспар бар. Дұрыс айтып жатсыз. Енді жалпы бала тәрбиесі дегенде, енді бүгінгі тақырыбымыз жалпы бала тәрбиесі отбасынан басталады деп жатырмыз. Ер балалар тәрбиесі бар және қыз балалар тәрбиесі бар. Мен өзім ойлаймын, оны бөліп қараудың қажеті дұрыс па? Әлде мынау переходной возраст дейміз, қазақша қалай айтсақ болады? Өтпелі кезеңге дейін бәрі бірдей сияқты. Тек переходной возрастқа келгенде мүмкін физиологиялық тұрғыдан өзгешіліктер болуы мүмкін. Жалпы ер баланың тәрбиесіне бөлек қарау, қыз баланың тәрбиесіне бөлек қарауға қаншалықты сіз қарайсыз? Енді қиындау сұрақ екен. Жалпы енді кітап шығарып жатқан авторлар бар, отбасы хрестоматия. Солардың қазіргі зерттеу бойынша 14-15 жасқа дейін жалпы балаға бойына құндылық құйып ұстау керек дейді. Құндылық деген адамгершілік қасиеттер, мейірім, махаббат, жауапкершілік, еркіндік деген сияқты. Ол адамға мысалы еркіндік не үшін беріледі? Еркіндік деген көшеге шығып сайран салу үшін емес, еркіндік жауапкершілік арқалау үшін беріледі дейді. Экзистенция ғалымдар айтады. Енді 15-16 жастан бастап балада диктаторство пайда болады дейді. Уже бағынбаушылық, переходной возрастқа келеді ғой сол уақыттарда. 10-11 класстарда уже балада сондай не пайда болады дейді. Өтпелі кезеңге келгенде. Өтпелі кезеңге келгенде. Ол кезде уже құндылық сіңіру балаға кішкене қиындау болады дейді. Солардың практикасын. Қазір балалықтан даналыққа деген кітап шықты ғой, сонда қазіргі уақытта өте керек кітапта, мектептің психологтарына, педагогтарына өте қажет кітап. Сосын қазір «Сен мен болашақ» деген республикалық ата-аналар қоғамының бірлестігі бар, бізде Атырау филиалы бар. Сіз жақында барып келген сияқтысыз ғой, иә? Мен қазір айтамын. Айтасыз ғой. Солардың бұрынғы алаш арыстарының кітаптарын қазір жаңартып шығарды. Маржан педагогикасын, Ахмет Байтұрсыновтың ел бүгіншіл менің ертең үшін деген кітаптар бар ғой. Соларды қайттан шығарды. Соны педагогика кітабын оқып отырсам, қазір өте қажет кітап екен біздің қоғамға. Тәрбиелік жағынан педагогика. Кеше бастап оқыдым, алдында маған подарить еткен сол үш кітапты. Оқымай жатыр, сол педагогиканы өткен ашып қарайын, өте керемет кітап екен. Қазіргі мектеп бағдарламасына тәрбиелік мәні өте зор екен. Сіз өзіңіз әкесіз, иә? Ер балдарыңыз бар ма? 2 ер балдар бар. Отбасында, сіздің отбасыңызда ер балалардың тәрбиесі қалай жүреді сіздер? Қазақы дәстүрмен ба? Енді мен барынша дастархан басында сол енді балдар типақтайды, телефон қалаңдайды, әртүрлі ойындар бар. Жалпы енді барынша дастархан басында сол бір мәселені бір аңыз әңгіме болсын талқылауға тырысып, сондай барынша тырысамыз, соны тәрбие беруге.
бірақ мынандай бір Асқар Жамаділдаев деген білесіз ғой, академик, математик. сол кісіні көп қараймын, бағдарламаларды қатысқан. Ол кісінің ұстанатын принципі біз технократ ұрпақ тәрбиелеуіміз керек дейді. Бірақ ол дегеніміз, технократ ұрпақ дегеніміз, яғни өзіңнің құндылығыңды ұмытып кет деген сөз емес. Технократ ұрпақты тәрбиелей отырып, сонымен қоса біз ұлттық құндылықтарды да соны бірге алып жүруіміз керек дейді. Оны кейбір адамдар түсінбейді. Ойбай, тек шетелге еліктеу керек деп, жаңағыдай тек Европаның мәдениетін сіңіру керек дейді. Ол кісі көбіне көп мысалы жапондарды мысалға келтіріп айтып отыр. Жапон елінде мысалы балаға ең алдыменен ұлттық құндылықтарды өзінің тілінде, өзге тілдерді қоспай оқытады ол жапондар негізі. Ол кісі енді мынағыдай Европаға еліктеу емес, бірақ бәрін жас өспірімдер қазір өсіп келе заманауи технологияны меңгерген, бірақ сонымен қатар ұлттық құндылықты да бірге ұмытпай алып жүретін сондай бір тұлға болып қалыптасуды. Соған тәрбиелеуіміз керек қой. Қазіргі жас өспірімдерді соған тәрбиелеуіміз керек. Өзінің ұлтын, өзінің дінін, өзінің тілін ұмытпай, өзінің елін жоғарыға көтеретін кәдімгі азамат қылып өсіруіміз керек қой. Бірақ дегенмен және мынадай техника жағында да дамытып келеміз. Сол ғана өзінің ұлтын деп айтып жатамыз, бірақ кейбірде пафосный болып кетпей ма, сол біздің айтқандарымыз ұрандатып кетпейміз ба кейбір кезде? Соны бала түсініп жатыр ма мысалы? Жаңа сіз де айтып отырсыз ғой, енді Қытайда мынағыдай балаларды бірінші өзінің несіне үйретеді деп. Енді соған қарағанда әр ұлт өзінің жасөспірімдерін бірінші өздерінің ұлттық құндылықтарына үйрету. Сөйтеді. Біздер де сондаймыз деп ойлаймын енді. Елсанада мысалы жастар көп келеді ғой, жастар келеді ма? Жастар келеді. Қызығушылығы қаншалықты олардың мынау біздің өзіміздің ұлттық құндылықтарымызды білуге олардың? Жалпы жастардың оларға енді бұрынғы моральмен түсіндірмейсіз ғой. Қазіргі модерн заманға сай жаңартылған методикамен түсіндіруге болады. Жастардың жалпы түп санада жалпы қазақтың генасында бар ғой біздің құндылықтарымыз. Соны оята білуіміз керек та. Әр қазақ баласының бойында бар ол құндылық. Соны оята білуіміз керек. Ол сол құндылықтарды қазіргі жаңағы Европаның мәдениетімен тұншықтырып алмамыз керек та. Сонымен ұштастыра отырып, жаңағы Асқар ағамыздың айтуы дұрыс. Жалпы құндылық деп ғылымды да сырт салуға болмайды. Екеуін ұштастырып қатар алып жүруге, дамытуға, соған тырысуымыз керек қой. Әкесі балам, менің балам не істедің, қалай істедің деп баласының басынан сипап, не істеп баласы еркелеп өскен бала ол әкесінен қорқа ма? Осындай сұрақ. Осындай әкесінен қорқа ма ол бала? Сіздің мысалы балдарыңыз сізден сескенеді ма? Сіз әкеңізден сескенгендей. Қабағынан қорыққандай. Тап ондай деп не істемеймін. Енді біздерде қазір көбіне жасыратыны жоқ. Анасы араласады, мысалы балаға қатты кетіп қалады. Қазір осы жерге келеміз. Көбіне көп баланың тәрбиесіне келгенде жиналысқа баратында ана, баланың шаруасымен жүретінде ана. Неге ер азаматтар шетте қалып қойды қазір? Сол енді қазір енді сіз енді әкелер алаңының жетекшісі ретінде өзекті мәселе болып тұрған нәрсе. Қолға алып жатырсыз ғой қазір. Өзекті мәселе болып тұрған нәрсе. Бұл жерде мен айтайын дегенім, өткен жылдың қорытындысында Атырау облысында мен бардым әкелер форумына. 7-ші республикалық әкелер форумы өтті. Сонда үлкен жоғары жақтағы лауазымды адамдар қатысты. Даже білім министрі Айманбеттің өзі қатысты. Ақпарат министрі Тархан мырза қатысты. Өздерінің жаңағы жас кезінде көбі әкесінен жастай қалған екен. Армия генералы Бақытжан Ертаев деген ағай бар ғой. Мәжілісте депутат болып, сол кісі келді, сол кісі де айтты, ол кісі 8 айлығында қалған екен әкесінен. Сонда дейді, бала кезімде көрші баланы әкесі ұрып атқанда мен жылаймын дейді да. Шешем сұрайды дейді, әй сен неге жылап тұрсың? Бақытты деп айтамын дейді да, мен ұратын әкем жоқ деп жылаймын дейді да. 8 айлығында енді әкесін танымайды ғой, даже әкемнің сұлбасы есімде жоқ дейді да. Әкеңнен таяқ жегеннің өзі бақыт қой дейді да. Сол кісінің даже менде видеосы да бар, көрсетуге болады, түсіріп алдым.
сосын жаңағы Дархан мырзаның айтқанында ұнап қалды. Пенде баласының дейді, өмірде өкінетін нәрсесі дейді, әкенің баласына беретін тәрбиеден кеш қалғаны дейді. Өмірде ең өкінетін нәрсесі сол дейді. Мен де әкемнен жастай қалдым дейді, сол әкеге деген сағыныштан әдебиетке деген қызығушылығым артты дейді. Ең алғашқы жазған өлеңім сол әкеме арналды дейді. Әкенің орны бөлек қой дейді. Әке деген асқар тау дейді ғой. Асқар таудан ағатын бұлақ ана дейді. Оның жағасында құрақ бала дейді. Сол тау құлағанда не болады дейді. Бұлақ та сарқылады, құрақ та қурайды дейді. Сондықтан сол әкелердің тұлғасын әрдайым биік ұстауға тырысайық деп жақсы әңгімелер айтты шеберде. Сосын бином школының, бином деген мектеп бар ғой. Соның директоры келіп, Марс деген азамат, оны мен физухқа жаздым. Жас жігіт екен, 88 жылы. Соның баяндамасы ұнатты, слайдпен көрсетті. Сонда айтады, каждый четверг дейді, бейсенбі күні әкелердің күніне арнаймын дейді, митинг келеді. Әкелер, әр класстың өзінің әкелері келеді. Сосын сол күні спорт залды берем дейді. Әкелер өздері бірігіп, балдарымен араласып, азан-қазан волейбол ойнайды, баскетбол ойнайды. Сосын өздері 8, 9, 10-ға дейін мектепте қалады дейді. Солай мен келісім беріп қойдым дейді. Өздері андай-мұндайын алып келіп, волейболдан кейін отырып шай ішеді, өздері пікірлеседі, пікір алмасады, кітап оқиды. Үштік одақ дейді ғой, түрегелу. Ата-ана, бала, оқушы, ұстаз. Соған қатты мән беремін дейді. Бізде де осындай, мен ойлап қалдым, осыны бір білім басқармасына ұсыныс қылып, бізде де қолға алса. Сол ұсынысыңызды сіз айтып көрмедіңіз? Мен әлі айтқан жоқпын оны. Білім басқармасымен кездесіп не болған атқан жоқ. Осындай не, кеше Мақатқа кетіп қалдық. Тоғанда шақырады, мында шақырады. Көбіне көп жиналыстарда байқаймын, біз енді барамыз, сол жиналысқа, ата-аналар жиналысына 80% әйел адамдар отырады да, жиналыста, ата-аналар жиналысына. Көбіне көп. Яғни ер адамдар бала тәрбиесінде кішкене алшақтау, енді бәріне бірдей әрине топырақ шашуға болмайды, бар болады, әкелер балаларына айналысады. Бірақ көбіне көп ер адам үйге келгенде әкелердің тамағын ішіп алсын, әкелердің демалсын. Көбіне көп әйел адамға түседі ғой, әйел адам өзі 8 сағат жұмысын жасап келеді. Әкесі де жасап келді ғой енді. Бірақ үйге келгеннен үйде кешкі асы бар, баланың сабағы бар, оның киімі бар, оның ертеңге жоспары бар, соның бәрімен ана айналысады ғой. Сонда әке кішкене бір шетте қалып қойған сияқты болып көрінеді. Мүмкін тәрбиедегі олқылықтардың нағыз мүмкін содан да болар деп ойлаймын мен. Қазір қарап тұрсаңыздар, даже кішкене бала, жаңа дүниеге келген бала өсіп келатырып, дамып келатырып, ол уже өзінің ясы өзімен бірге өсіп келатыр. Поколение Z қой қазір. Баяғыда қандай болды? Баяғыда қандай болды? Баяғыда біз білмейміз ғой ештеңе. Баяғыда біреу айтты дейді ғой. Баяғыда деп айта бермеңіз, ол баяғыда ол сіздің кезіңіз, мынау қазір біздің кезімізде. Біздің кезімізде. Ол сіздің кезіңізде, сіздің инағашпен су тасығаныңызға біздің ешқандай кінәміз от жаққаныңызға біздің не кінәміз бар деп. Сіз бізге ол кезде айта бермеңіз деп тұр біреудің баласы. Сол сөйтіп айтады балдар. Сіз қазір 21 ғасыр. Мысалы, бізге дейтін, біздің взгляды на жизнь дейді, у нас другие дейді. Ал қазіргі балдар осылай сөйлейді. Енді тәрбие жағына келеді. Еркін, жаңа отбасында еркін ұстау бағана айтып жатырмын ғой. Көп жастармен сөйлесем, жас семьялармен. Жоқ, Жеміс апай, олай болмайды, баланы қағуға болмайды. Баланы құттай кезінде личность ретінде тәрбиелеу керек. Оның самооценкасы түсіп кетеді, өйткені оны өйтетін болсаңыз сіз. Тәрбие жағынан ала берсін ойыншықты, шаша берсін, оған қой деп айтпау керек дейді балаға. Жоқ, ойыншығын алсын, ойнасын. Бірақ дегенімен содан кейін орнына салып жинасын артынан. Оның ол жерде самооценкасы түсіп қалмайды баланың. Ол жерде уже тәрбие. Ана жерде ана айтса, ана ойна жақсы. Қазір өзім жинап тастаймын десе, уже онда бала дейтін басқаша тәрбиеленеді деген сөз. Ол жерде қателеседі. Анаға мен қазір айтсам, ана жерде жинап таста деп, оның самооценкасы түсіп кетеді ғой деген сияқты әңгіме айтса, ол қате болады уже ана жағынан. Оның самооценкасы түспейді, ол дейтін баланы манағы еңбекке тәрбиелейді деген сөз. Баланың уақытын жалпы қазіргі таңда балада
бос уақыт болмау керек дейді. Балада бос уақыт болмау керек дейді. Ана бір қазақтың бір сөзі бар ғой, 5 жасқа дейін қандай көр, 5 жастан кейін не дейді? Құлдай. Сол құлдай деген сол оның уақыты болмау керек деген сөз дейді. Қазір оны психологтар айналдырып алып. Балада вообще бала біреу сұрақ қойды, бала демалмай, жоқ, бала демалмау керек дейді. Бала демалмау керек. Бала мектепке бару керек, мектептен кейін түскі асын ішіп алып, баскетболға бару керек, баскетболдан шыққаннан кейін ағылшын тіліне бару керек, одан кейін домбыраға бару керек. Сонда ол бала қай уақыт ол гаджетті ұстамау үшін, ұялы телефоннан алшақ болу үшін балаға бос уақыт қалдырмау керек дейді. Соның тек бір жолы осы үйірмелер дейді. Бірінен соң біріне беру керек дейді. Соған қалай қарайсыздар сіздер? Енді ол баланы көп жалықтырып та алмау керек қой, арасына бір период болу керек деп есептеймін өзім. Негізі бала шаршап қалады. Бала шаршап қалады. Үйірмелерге барған дұрыс, жақсы ол дейтін. Үйірмелерге бала дейтін жан-жақты болып өседі. Жан-жақты болып біледі бәрін. Бірақ дегенмен мен тағы да қайталаймын, еңбекке үйрету керек баланы. Балдар қазір жастар жалқау болып баратыр. Сосын енді ұстазына да байланысты болар, ұстазда айттық қой, негізі біздер мысалы мектепте алғашқы ұстаздарымыз, бастауыш сыныптарымыз әлі ұмытпаймыз, әлі күнге дейін. Мысалы қазір мен естимін, мектепте балалар үшін ұстаздар авторитет емес дейді қазір, бұрындағыдай. Соған келісесіз бе? Мен сондай естіп шошындым жақында. Өйткені жақында әлеуметтік желіде ұстазға қол көтерген оқушы жөнінде желіде сондай бір не болды, видео болды. Оқушы, жоғары сыныптың оқушысы ұстазға қол көтеріп, бұның бәрі тағы да опять же. Сонда мен естідім, солай болады. Өйткені мен бір ортада естідім, мен шошындым. Қазір деген ұстаздар ешқандай авторитет емес қой дейді. Балалар үшін ұстаздар авторитет емес. Біздер бұрын мысалы оны кім түсірді? Оны өзіміз ғой түсірген. Ата-ана ғой, баланың сөзін сөйлейді. Мұғалімді жексұрын болып көрсетеді. Сол басқа өзіміз түсірдік оны. Бұрын қалай болдық? Біз өзіміз сол неліктен дегенім бұл әлде біздің мынау білім саласындағы енді түрлі реформалар, біресе ауысып жатады реформалар, мысалы бұрын бір қалыпты бір жүйеде болдық біздер, сөздің шыны керек. Бір жүйе, бір жерге қарадық, бәріміз қазір 2 жылда бір реформа шығып жатады, заң өзгеріп жатырады. Енді ұстаздарда мысалы, сіздерде түрлі бір бағдарламалар енгізіп жатады. Ол заңға да, бағдарламаға да қарамайды, оның бәрі тәрбиеге қарайды. Манағыдай неліктен оқушылар үшін ұстаз, мен соны естігенде өзім, қазір ұстаз авторитет емес деген сөзді естігенде мен. Потому что ата-анаға ұстаз ол дейтін манағыдай, ата-ана бүйтіп айтады, сіздер міндеттісіздер, сіздер сол үшін ақша алып отырсыздар. Баланың көзінше сөйтіп сөйлегесі. Сол мына тақырыпты біз өсігіні, бүгінгі тақырыбымызда подкастын солай алып отырық қой, тәрбиенің бастауы отбасынан деп алып отырмыз. Өйткені бана ата-аналарға осы бүгін мүмкін ютубтан көретін болса, соны естеріне салайық, тәрбиенің бастауы отбасынан. Тәрбиенің бастауы ол мектеп емес, жауапты ұстаз емес, ең бірінші отбасынан басталатынын, соны бір ашып тарқатып айтайықшы деген оймен. Сосын бір нәрсе айтып жіберейін, жаңағы мұғалімде де, мұғалім мектептің жүрегі дейді ғой, мұғалімде де мен осы қоғамның, осы болашақтың бір тұлғасын дайындап жатырмын деген бір сезім болу керек. Материалдық жағдаймен қарамай, жоқ, соны мен енді ертеңгі мектеп менің табысталатын көзім деп қарамай, мен болашақ осы елдің тұлғаларын дайындап жатырмын. Мен аманат арқалап отырмын деп. Бала деген аманат қой. Ата-ана мұғалімге аманат ретінде беріп отыр да, міне. Тап-таза ақ бетті беріп отыр да, сен қалай сурет саласың? Бала өйткені ақ қағаз секілді ғой. Бала ақ қағаз секілді. Мысалы, мұғалімдер былай істейді да, сен репетиторға бар дейді. Көбіне көп жолдай. Неге балалармен репетитор айналысу керек? Неге ата-ана ақшасын шығару керек? Жақсы, заманауи, қазір ақпараттың нағыз жедел қарқындап тұрған заманы, бала қосымша сабақ оқыса артық етпейді. Бірақ білімнің нағызғы, білімнің өзегі 80% ол мектепте берілу керек қой. Біздің оқып жүрген кезімізде, мысалы, біз сабақтан кейін факультативке қаламыз, мысалы, қосымша біз тегін оқыдық. Неге қазір мұғалімдер көбіне көп балаңызды курсқа жазыңыз, балаңызды ана курсқа жазыңыз деп көбіне көп жаңағыдай репетиторларға жұмсайды балаларды? Неліктен бұл? Репетитор де сол мұғалімдер ғой, түстен кейін репетитор ол мұғалім. Баяғыда біздер дейтін
сабақтан тіпті мұғалімдер өздері алып қалып жүрді ғой бізде. Бір мысалы бір тақырыптан дұрыс біздің бұл подкастымыз баяғыда бүгін баяғыда деген біздің заманымызда енді бізді сабақтан алып қалады. Сабақта дайын емессің ба, сен қаласың болған да. Мысалы қазіргі бұрын дейтін 5 сабақ болады. Болса бір анда-санда бір 6 сабақ болатын бар, сынып сағатымен болды. Содан кейін таратып жібереді бәрімізді 4-5 сабақ, артық сабақ жоқ. Ал қазіргі мезгілде күнде 7 сабақ. Ал ол мұғалім қай уақытта алып қалады баланы? Қай уақытта үйретеді ана балаға? Дополнительный сабақ дейтін факультативтерді қояды. Факультативтерді қояды, дополнительный сабақтар деген газ бар, я? Сол факультативтің үстінде мұғалім тапсырма беріп кетеді. Оның өзінің басқа сабағы бар. 7 сабақ. Ол тек қана бір классқа, бір балаға 7 сабақ емес қой. Мұғалімге де 7 сабақ қой. Басқа класстарда. Ол беріп кетеді, ана бала бағасын көтерейін деп, мана несін балын көтерейін деп, мұғалімнің артынан барып, маған тапсырма беріңізші деп. Ол тапсырманы мұғалім қолына береді, ол бала манағыдай факультатив сабақтарды мұғалімнен сұрап, мен осы сабаққа дайындалайын деп едім, бола ма, тапсырайын деп едім деп, манағы өзінің несін сұрап, разрешениесін сұрап, манағыны орындайды. Бізде уақыт жоқ. Мұғалімде уақыттың жоқтығына, уақыттың тығыздығынан манағыдай балаға деген дополнительный манағыдай үйрететін уақыт жоқ. Жоқ, сол дополнительный емес, сол сабақ процесі кезінде сол программаны түсіндіру сонда мүмкіндік жоқ па ешқандай? Енді сабақ процесінде түсіндіреді ғой, барлық сол несін бәрін түсіндіреді. Енді кей балаға манағыдай, мен апай мен түсінбей қалдым, мына жерін бүйтіп қалдым деген сияқтылар болады ғой. Енді біздің кезімізде сондай болды ғой. Мына жерін құттай түсінбей қалып едім, мына дробь па, параграф па, мынаны үйретіп жібересіз ба, түсіндіріп жібересіз ба деген сияқты. Енді ол алдында 30 бала отырады. Мысалы қазір мана 7-8 класста алдымызда 30 баладан отыр. 30 баланың бәрі енді ана класста біреу сабақ айтып отырады, біреу жыбырлап отырады, біреу тағы бірдеңе. Оның бәріне замечание жасағанда мана 45 минуттың сен жетпей қалады. Сондықтан уақыттың тығыздығынан байланысты осындай жағдайға келіп отыр. Уақыттың тығыздығына деп Етай мырзамен де қосыламын. Тұлға тәрбиелеп отырмыз деген қазір ұстаздарда кішкене кемшіндеу сияқты болады. Болашақтың тұтқасын ұстайтын, болашақ елдің ертеңінің қожайындары осы біздің еліміздің, жеріміздің, соны тәрбиелеп отырмыз деген сияқты. Бар енді ұстаздар, мысалы, балаларды жеке дайындайды, олимпиадаларға дайындайды, артынан еріп жүреді, жаңағыдай. Бір жетістіктің артынан қуу үшін сол жаңағы бір показательдер, бір ертерек шақырады, мысалы, балдарды. 2-де сабақ басталатын болса, 1,5-да келе ғой дейді, мысалы. Немесе қазір субботта демалады ғой. Енді субботта банағыдай балдарды шақырайын десе, мұғалім ата-анасы звондайтын, оның манағы домбырасы бар еді, оның манағы баратын жері бар еді, мысалы, да. Сосын қазір бізде қалай үкімет былай жасап қойды ғой. Әр ата-ана өз баласына қай мектепте оқитынын өзі таңдайды. Бұрын дейтін осыдан 4-5 жыл бұрын, мысалы, өзінің по району алатын болсақ, біз по месту жительства балдарды мектепке қазір енді өзіміздің еркінімізде. Авангардқа берем, өзім, мысалы, Привокзальныйда отырамын да, авангардқа берем, немесе Балықшыға берем, өзім мектепті өзім таңдаймын деген сияқты. Сондықтан кейбір ата-аналар сұрайды, біздерге әрде-берде жүретін жағдайымыз жоқ. Осындай жағдайлар болады. Сондықтан олар жақын жерде манағыдай курс бар ғой. Мен соған берем, жақын жерде ана курс бар екен, соған бара қойсын. Енді қалтасы көтерсе береді, қалтасы әртүрлі отбасы болады. Мысалы, бір отбасында 5 бала болуы мүмкін, бір отбасында 6 бала болуы мүмкін. Өзі ата-аналардың өзінің айтатын пікірін айтып отырмын да қазір. Осылай жауап береді, мысалы, шақыратын болсақ, келе қойсын, жақсы осындай дайындай қойды. Ата-ананың өзінің пікірі де айтатын. Гуманды педагогика деген бар ғой. Білесіз ба? Шалва Аманашвили. Соның ізгілік педагогикасы деген кітап бар. Сонда айтады, мұғалім егер де бойында ізгілігі жоқ, мейірімділігі жоқ, қатыгез адам болатын болса, мектепке жақындамасын дейді. Ол жерде осыны айтып тұр ғой, балаға сен тек интеллектуал білім емес, сонымен қатар құндылық қой, құндылықты да беруің керек та. Енді ондай кісілер итапты, жақындамайды. Балаға
сабақ беру түгіл мына баламен сөйлескісі келмейтін адамдар бар ғой енді. Ондай адамдарды қалайда баламен тіл табыса алмаймын да, бірақ үлкен кісілермен жақсы тіл табыса аламын деген сияқты. Ондайлар келмейді ғой, совсем мұғалімдікке бармайды да ол. Мен баламен тіл табыса алмаймын, просто не істеймін мектепте деген сияқты. Сол психологтармен дегеннен шығады, Азиза ханым. Жалпы мынау психолог мамандығына егер де мысалы жүгінетін болса, біздерде жалпы қазақы аудиторияда сондай бір түсінік бар. Психологқа бардың ба, яғни сізде бір кішкене бір ауытқаушылық бар сияқты деген. Депрессия дегенді түсініп, не үшін бар онда психологқа? Неге жіберіп тұрсыз психологқа? Я мен сондай аналарды естідім, менің баламды айтыпты психологқа барып көрсетсін деп айтыпты. Мен көрсетсем оларға психологқа барған. Сондай жаңағыдай түсінік қалыптасқанда, жалпы психолог, яғни жан тәннің емшісі ғой, психолог деген негізі былай қарағанда. Вообще психолог маманы ол тек қана манағы жан тәннің емшісі болғанымен, ол тағы да және сіздің ішкі сырыңызды бөлісетін адам. Ол ешкімге манағы сізбен сөйлескенде ешкімге айтпайды. То есть ол дейтін жеке бөлек вообще басқа кісі ғой. Жақыныңыз емес, анаңыз емес, атаңыз немесе досыңыз емес, ертең барып бәріне таратады деген. Ол ішін адам дейтін, әр адам өзінің ішіндегісін шығара алмайды ғой, мысалы. Бір айта алмайтын маңызды әңгімелері болады да, нелер, секреттері болады деген сияқты. Сонда сол кезде ана психологқа жүгінеді. Қазір енді ата-аналар сіздерде мектепте психологтың көмегіне жүгінетін оқушылар көп па? Бар оқушылар келеді. Және келгенде жоғары класстың оқушылары келеді. Жоғары класстың оқушылары келеді, өздері ешкімге айтпай жеке сізбен сөйлесейін деп едім, сізбен манағы сөйлесейін деп едім. Пайызбен шығарса, қаншасы мысалы отбасындағы жағдайлар бойынша келеді, қаншасы жеке басына байланысты, мысалы жоғары сыныптарда махаббат, достық болар, мүмкін бір кедергілер болар. Көбінесе қазір жастар көбінесе манағы отбасындағы жағдайлары, анасымен тіл табыса алмай жатырмын, немесе манағыдай әкесімен тіл табыса алмай жатырмын деген жағдайларда келеді. Ана жеке басына маған махаббат жөнінде пока ондайлармен келісіп жатырған жоқ. Және манағы немен алсақ, проценттің несімен алатын болсақ, қазір жаңа тек жастар түсініп келе жатыр. Психолог деген псих деген мағынада емес деген сияқты. Просто барып өлсіп, ішіндегі сырласым, ішіндегі сырымды айта алам, шығара алам деген мағынада келіп, түсініп, алда келе алып, жаңа түсініп, жаңа дамып жатыр деп. Біздің Қазақстан жалпы статистика бойынша, әлем бойынша алғашқы 10-ықта тұр екен суицид бойынша. Мен кеше естідім, осы подкастқа дайындалар сәтте өзім шошындым. сол дүние жүзі бойынша алғашқы 10-ық бар екен, соның ішінде Қазақстан тұр екен. Яғни оның ішінде көбіне көп жасөспірімдер, негізі суицид жасайтындар жасөспірімдер, көбіне көп әскердегілер, сондай жастағы балалар ғой. Енді оның енді түпкі тамырын енді зерттейтін болсақ, ол енді бағана айтқан отбасынан болады. Ауыр суицид негізі ол дейтін жайдан жай басталатын нәрсе емес та. Бүгін жақсы болып отыр, ертең барып мен терезеден секіріп кетемін дейтін нәрсе емес. Суицид ол дейтін түбінен манағы үйдің ішінен басталады. Мысалы бала дейтін осы 10 жасқа дейін, 11 жасқа дейін баланың деген жасап келеді ата-ана, деген жасап келеді. Деген жасау дұрыс па? Шектен шығып кеткен дұрыс емес. Неге десеңіз, ол бала уже шектен шығып. Ол дейтін, ертең 15 жасында самолет сұрайтын болса, сіз жағдайыңыз келмейді ғой, оған самолет алып беретін. Мысалы деймін, ол балаға. Ол бала сұрап отыр, мен суицид жасаймын, ал мен алып бермесем, не істейсің маған деген сияқты. Сондықтан мана ата-аналар шектен тыс балаға манағыдай деген жасап қажет емес деп ойлаймын. Соны түсіну керек және ата-аналар. Не затқа келеді, қалай ол ата-ана уже ол бала кетіп қалғаннан кейін түсінбейді. Мен оған бәрін жасадым, қолымнан келген бәрін бердім дейді. Неге ол сөйтіп істеді бізге? Өмірін неге қиды дейді. Сонда ойланбай тұр ғой, бәрін дегенді мағынаның ішінде не жатыр? Сен тек заттай бердің, ал өзіңнің вниманиең қайда кетті? Ата-ананың деген жүрегінің жылулығы қайда кетті? Қашан сен соңғы рет балаңмен сырластың? Қашан сен соңғы рет балаңмен паркқа барып жүріп қайттың? Жапырақтар жинадың ба күзде? Көктемгі жылулықты, әдемілікті көрсеттің ба? Жоқ. Сондықтан балаға сол жетпейді.
балага машинаны да компьютерди любой күнү любой убакытта алып берүүгө болот. Бирок манагыдай балага жылуулук жетпейт. Сондуктан ол бала бир күнү манагыдай ата-анасы менен сүйлөшүп сырласайын десе, ата-анасы колунун астында болмайт. Кыйын жагдайга түшүп калган кезде сүйлөшкүсү келет, айта алгысы келет, айта алмайт. Акыр соңунда сосын суицидке соолот. Бүгүн айтам, эртең айтам, сосын айтасың деп баланы итерип келгенде, онун баары жиналып калат да, сосын бала мен эч кимге керек эмес экенмин. Сондай шешимге келет. Көп балдар жетет. Кудай сактасын енді манагы ондугубуз деген өтө жогору, сонун баарын енді жояйык дейм мен баарыбыз. Жақсы. Біршама маселе төңірегінде әңгіме көрген сияқты қазақта енді әкеге қарап ұл өсет, шешеге қарап қыз өсет дейді. Тәрбиенің нағыз тал бесігі бұл отбасынан басталады. Осы тақырып төңірегінде жақсы әңгіме айтылды. Сіздерге көп рахмет айтамыз. Бүгін бұл біздің бірінші подкастымыз, кітапханалық келіп еркін форматта өздеріңіздің ойларыңызды айтқандарыңыз үшін кітапханамыздың атынан рахмет айтамыз. Енді біздің YouTube каналындағы Атырау қалалық кітапханасының барша оқырмандарына, біздің достарымызға, біздің каналға тіркеліңіздер дейміз. Лайк басыңыздар, бүгінгі бағдарламаға өздеріңіздің ұсыныстарыңызды, тілектеріңізді білдіріңіздер дейміз. Келесі кездескенше аман болайық. Бәріңізге рахмет. Тағы